Қазақ тілі мен әдебиеті 6 сынып. Құт береке дарыған өңір. Аудио мәтін. Алтын мен жібекке малыған хан сарайында жас ақын Хисамиддин отырардың әкімі иланшы Қадырханға ширатпа шежіредегі шабытты жырларды дестелей оқиды. Жібек жолымен шығыстан батысқа, батыстан шығысқа үзбей шұбап жатқан көпестердің, кезбелердің, елшілердің, жансыздар мен шабармандардың тізбегі үзіліп бітер емес. Құт береке дарыған өңірді өңдеп жатқан еңбекқор диқан. Інжу жағасында саз балшықты илеп, ғаламат берік қыш құйып, оны отқа өртеп жатқан сунақтар, есімі беймағлұм сәулетші уақытқа бас имейтін, күнге күймейтін, желге мүжілмейтін ғажайып кесенелер мен сарайларды қыштан қалап тұрғызумен әуре. Благословенный регион. В золотом и шелковом дворце молодой поэт Хисамиддин читает Акиму Отрара Иланшы Кадырхану вдохновляющие стихи из летописи Ширатпа. Цепь торговцев, странников, послов, неодушевленных существ и посланников, непрерывно движущихся по шелковому пути с востока на запад, с запада на восток, никогда не прерывается. Трудолюбивый фермер, развивающий искусство благословения. Сунаки, которые месят глину на берегу жемчужины, заливают ее чрезвычайно крепким раствором и обжигают в огне. Неизвестный архитектор занят строительством чудесных мавзолеев и дворцов, которые не склоняются перед временем, не горят на солнце и не повреждают ветром.